Ассаламу алейкум. Полифосфат үйге қаптау жұмыстарының жасамастан бұрын үйдің өзінде жасалу керек болған жұмыстар бар. Алдымен терезелердің жақтауларын балшықтау жұмыстары бар. Тағы да осындай жарық шамдар үшін тоқ шығарып кететін болсаңыздар, ол да сол полифосфаттың астынан қалған жақсы болады. Сондықтан олардың тоқтарын өткізіп жібергендеріңіз жақсы. Және де біздің кезекте осы жерге бұйырса алдағы уақытта сарай түседі, кішігірім. Сол сарайға да негізгі келіп жатқан тоқтан сол полифосфаттың астымен шығарып жібереміз. Тағы да айта кететіні, полифосфат дәл осы тастардың дәл осы күйіне жабыспайды. Яғни біз тастардың арасына балшық толтырып аламыз алдымен. Толтырылған балшықтың бетіне жабысады. Мынандай қуыстар қалмау керек, жағдай барынша. Және де не үшін тасқа шкатулка істелмей жасалып жатыр деген сұрақ болатын болса, полифосфат жалпы пеноклей және де кафель клей арқылы жабысады. Ол пеноклей, кафель клейлер жалпы осындай ракушкалерді жақсы көреді. Яғни осыларға әбден сіңуі арқылы, яғни балшық осындай ракушкалерге отырса мықты бекітіледі деген. Әрі екі шығын жоқ. Яғни мен шкатулка істейтін болсам тағы бір шығын шығатын. Сондықтан да сол мәселелерді ойға алып, тіке осындай шаруалар жасап жатырмыз. Жаңа айтып отқан тастардың арасын балшықтап толтыру деген осындай түрі осындай болады. Жалпы балшықтағаннан кейінгі ешқандай қуыс сақталады. Сіз балшықталмаған байқалсаңыздар, уже балшықталған полифосфат жабысқан кездегі де теп-тегіс жақсы жабысу керек иншалла. Тоқтартып жіберу керек деп отқанымыз мынандай ғой. Мен мына жерден тоқтар түседі ғой. Сол тоқты осы тастардың арасымен кришаға шығарып жіберсек, кришаға рулон болып тастап кетеміз ғой артықша. Сол кришадан басқа бағыттарға ала береміз иншалла. Осындай әзірге осы шаруалар жасалып бұйырса, алдағы уақытта салып отырамын иншалла.